Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында осындай керемет кекстер дайындайтын боламыз. Кекстеріміз өздеріңіз көріп тұрғандай өте биік, нәзік болып шықты. Арасы толықтай піседі, қыздар. Бір жасағаннан мінсіз болып шығады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар 12 штук шығады. Менің YouTube арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарып салып, қантымызды салып, бір келкі болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Толық рецепті төменде описанияға жазып кетемін, қыздар. Көбейтіп, азайтып жасай берсеңіздер болады. Сүтімізді құямыз енді. Сүтіміздің температурасы маңызды емес. Менде салқын сүт пайдаландым. Майымызды құямыз енді, сұйық майымызды. Майларыңыз міндетті түрде иіссіз таза май болуы керек, қыздар. Міне осылай бір келкі болғанша тағы да араластыратын боламыз. Алдын ала ұнымызды өлшеп дайындап қойдым. Үстіне қопсытқышымызды және ванилин салып, електен өткізіп, аз-аздан сала отырып, тағы да массамызды бір келкі болғанша қозғаймыз. Дәл осындай қоймалжың масса шығады, қыздар. Енді бетіне салатын крошкамызды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қант, сары май және ұн қажет болады. Үшеуін жақсылап қолымыздың көмегімен араластырамыз, қыздар. Міне дайын болды. Енді духовкаларыңызды қыздырып қойсаңыздар болады. Мен 180 градусқа қыздырып қойдым. Протеинімізді алып, болмаса силиконды формаларға да құйып пісіре берсеңіздер болады. Бұлай қағаз қою міндетті емес. Қағаз қойып, әр қайсына 2 ас қасықтан құйып шықтым. Үстіне алдын ала дайындап қойған крошкаларымызды салдым. Және қызып тұрған духовкаға 180 градустағы пеште 20 минутқа пісіріп алдым. Міне осымен дайын болды кекстеріміз. Өте керемет, нәзік, дәмді, жұмсақ болып шықты. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Тіпті кішкентай балалардың өзі жасайды. Бір жасағаннан мінсіз болып шығады, қыздар. Сіздер де жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Егер рецепттерім ұнап жатса, төменде комментарий қалдырып кетіңіздер. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Сіздерге де ас болсын. Сау болыңыздар.